Так, Doxmem токен бүгін нүктесін қоятын боламыз. Яғни Doxmem токенді Каспий Голдқа қалай шешу керектігін осы бейнероликте көрсетемін. Көбісі бұл жақта телефон арқылы отыр, сондықтан телефон арқылы қалай шешу керектігін көрсетемін. Бірінші Binance, одан кейін Bybit, некостелянный кошелек, там Tokenkeeper, Tonspace'қа қалай шешу керектігін, одан кейін Telegram'нан кошелегінен қалай шешу керектігін осы бейнероликте сіздерге айтып көрсетіп кететін боламын. Одан кейін достар, қазір сәтте Doxmem токенді сату керек пе, жоқ па деген сұраққа бірден жауап беріп кетейін. Ол өзіңіз таңдауыңызда. Қазір егер сіз осы құны сізге болады десеңіздер, онда welcome сатып жүрсеңіздер болады. Мен қазір өзім сатайын деп жатыр мысал ретінде. Ал сіз сатпайсыз ба, оны комментарий жазып кетіңіз просто. И қанша табыс тапқаныңыз міндеттерді тоже комментарий жазып кетіңіз. Давайте сөзі көп созбай бірден кірсек. Егер сіздер Binance-ға шешсеңіздер, онда бірінші бұл жақта бізге торговля деген бөлімге өту керек. Біз төмендегі түймені баса отырып, одан кейін бізге криптовалютаны параны таңдау керек. Бұл жаққа поисқа біз DOX деп ағылшынша жазамыз. Осыны таңдаймыз. Одан кейін нақты сізде по дефолту купить деп тұрады, жасыл жанып, сізге продать дегенге өту керексіздер. Яғни сіз Doxmem токенді сататын боласыз. Құны мына жақта бізде жазылып тұр. Егер сіз сауданың құнымен сататын болсаңыз, бірден сатылып кетуді қаласаңыз, онда сауданың құнымен сатқан жөнірек. Мен бұл жақта ползунокты 100%-ға дейін итеремін, и менде получается 83 USDT болады екен. Продать DOX деген қызыл батырман төмендегі басамын. Все, менде ордер созын, яғни DOX USDT. Егер осы құнды қазір стап тұратын болса, онда менде автоматически сатылатын болады. Ал егер төмен түсіп кететін болса, онда менде Doxmem токенім ордер ашылып тұратын болады. Көтерген кезде бірақ қана USDT-ға ауысатын болады. Қазір күте тұрамыз. Одан қазір сіздерге енді Bybit'тен қалай шешу керектігін көрсейін. Яғни бәрінің іс-қимылдары бірдей негізі. Сіздер тоже осылай түсесіздер, спот дегенге басасыздар. Криптовалютаны параны таңдау керек. То же самое DOX деп жазасыздар. DOX USDT деген бірінші таңдайсыздар. Таңдағаны енді сіздерді по дефолту жасыл жанып тұрады, сізге қызылға ауыстыру керексіздер, продать деген. Ең нақты тоже ползунокты 100%-ға көтересіздер, немесе жартысын ғана сатам десеңіздер, онда 50%-ға көтересіздер, продать DOX дегенде басасыздар. Енді некостелянный кошелекқа қалай шешу керектігін айта кетейін. Бүгін ғана, яғни 26 тамызда ғана доступ берілді некостелянный кошелекқа шешуге. Ол Tokenkeeper, Tonspace. Бірақ та қазір сәтте бізде батырма жоқ. Withdraw деген және депозит деген тоже батырма жоғалып кетті. Енді қазір листинг болып жатқаннан кейін бұл жақта мүмкін служба поддержкасы үлгермей жатыр соны жасауға. Листинг біткеннен кейін тынышталғаннан кейін өздерінің түймесін шығаратын болады, и өздерінің официальный группаларында айтатын болады ол жайлы. Сол кезде сіздер шығарасыздар және де листингпен ол жақта түскен некостелянный кошелекқа, яғни Tokenkeeper, Tonspace'ға айта кетейін, плюс сіздер комиссия алатын болады, қателеспесем 0.45 тонн. Оны сіздер осы биржаға бірақ перевод жасайсыздар. Ол жақтан бірден сіздер Каспий Голдқа шеше алмайсыздар. Бірінші биржаға перевод жасайсыздар, мысалы Binance-қа или Bybit-қа. Егер Binance-қа шешетін болсаңыздар, сізге плюс 10,000 DOX монета қосып беретін болады. Сіздер шешесіздер, и ол жақтан Каспий Голдқа шешіп аласыздар. Ал Каспий Голдқа биржадан қалай шешу керектігін қазір сіздер көрсететін боламын. Енді Telegram кошелекқа өтейік. Telegram кошелектен қалай шешеміз деген сұраққа келсек, қазір сәтте ол жақта листинг болған жоқ. Яғни Telegram кошелектің өзінде жеке листинг болады, P2P торговлясына сіздер сататын боласыздар. Бірақ та ол листингі ертең болады. Ертең болған кезде мен оны уже Telegram группамды сіздерге көрсететін боламын. Сондықтан достар, Telegram группа, Telegram чатқа тіркеліп кетіңіздер. Сол жақта сіздерге осы тыс ақпараттар шығарып айтып отыратын боламын. Telegram кошелектен қалай шешу керектігін, қалай Каспий Голдқа шешу керектігін айтамын. Оның бәрін сіз Telegram кошелекте істейсіздер. Өйткені ол жақта P2P торговля бар. Кошелектен сіздер шеше алмайсыздар, сондықтан сіздерге тек қана ертеңгі күнді күту керек болады. Binance-қа өтейік, қазір көрейік, біздің USDT-міз түсті ма? Обновление болды, бірақ түспеді өкінішке орай, өйткені торговляда менің ойымша құны түсіп кетті. 0.9-ға түсіп кетті. Мүмкін ордерді мен отмент етіп қайтан сатайын. Сол кезде сатылуы мүмкін. Так, 82 USDT. Бұған да достар, маған қанағат, бұған да шүкіршілік, өйткені бұл салымсыз түрде біз ауадан қарап тұрсақ тауып отыр. Бірақ та енді ауада деген өзінде біз бұл жақта бір ағырат қана кіре отырып, және де екінші тағы да кірдік, сол арқылы табыс таптық. Мына қараңыздар, менде DOX-тен кетіп қалды.
бірден сатып жібердім, 82 USD табысқа жеттім. Енді сізге осы долларда қалай Каспи Голдқа шешу керектігін көрсем, немесе кез келген басқа карточкалар қалай шешу керектігін айтып көрсететін боламын. Бұл көрсетілген іс-қимылдар Bybitте тура сондай. Тоже қайталап соны істесеңіздер болады, өйткені ол жақта тоже P2P торговля бар, бәрі солай. Ең бірінші бізге спотовый кошелектен пополнение кошелекқа жіберу керекпіз. Өйткені біз оны шеше алмаймыз. Сондықтан спотовый, мына жақта обзор деген жоғары жақта бөлімде тұр ғой, спотовый бөлімге өтеміз. Перевод деген түймені басамын. Күте тұрамыз. Жақта максимально деген басамын. Яғни $82 мен пополнение кошелекқа жіберетін боламын. Сол кезде мен уже P2P торговля арқылы сата алатын боламын. Енді торговля деген бөлімге өтеміз. Төмендегі түймені баса отырып, и мына жоғары жақта бөлімдер тұр. Мен қозғалтып жатырмын: конвертация, спорт, маржа, баты деген. Сіз мына жақта P2P деген бөлімді таңдау керексіз. Яғни қазақша айтқан кезде P2P осыны таңдайсыз. Өткеннен кейін бұл жақта сіз продать деген өзгерту керексіз. Мына жоғары жақта купить, продать деген тұр. Продать деген таңдаймын. Одан кейін фильтрация арқылы біз бұл жақта өзгерту керекпіз. USDT тұра береді по дефолту. Сумма. Сізде қанша сумма шығарайын дейсіз, примерно жазасыз. Көп жаза бермеңіздер. Мысалы, мен $82 ол 39 теңге болады, сондықтан 38 деп жазайын. 38 деп жазам. Оплата. Сіз таңдайсыз, қай карточка шешетіңіз. Каспи банк, Халық банк, Центркредит банк, Жосан банк, список көріп тұрсыздар, көп екен. Өзіңіз таңдаласыз, именно қайсыны шешетіңіз. Мен мысалы Каспи банк таңдаймын. Одан кейін бірінші тұрған список бойынша бірінші тұрғанды таңдаңыз міндетті түрде. Продать деген басамын. И мына жақта сізге бірінші өзіңіздің, егер карточкаңыз тіркемеген болсаңыз, Каспи Голдтың онда тіркеу керек. Осына Каспи банк сізде жоқ болып тұрады, просто Каспи банк деп жазылып тұрады. Осыны басасыздар. И төмен жақта поддержаем способ оплаты дегенге Каспи банк плюс деп тұр ғой. Плюсты басасыздар. Яғни сіз өзіңіз банк карточкаңызды қосатын боласыз. Өзіңіздің 16 сан банк карточкаңызды жазатын боласыз, енгізетін боласыз. Қателесіп қалмаңыздар. Одан кейін название банка бұл жақта Каспи ағылшынша жазып кетесіздер. Төменге то же самое. Каспи деп жазасыздар ағылшынша. И подтвердить деген басасыздар. Все, сіздер сохранить ететін болады. И сол кошелекті таңдайсыздар. Жоғары жақта С деген түймені басамын. $82. Мені айтып кеткендей 39.813 теңге. Разместить ордер дегенді басамын. Все, біз күтеміз. Енді қазір менің Каспи Голдыма мына адам жіберу керек. Егер де чатқа кіретін болсақ, біз қарай аламыз. Здравствуйте, я онлайн оплата от доверенного лица. Яғни мына кісі маған қазір жарты сағат ішінде 39.813 теңге жіберу керек. Оған дейін біз бұл жақта подтверждение жасамаймыз, күте тұрамыз. Қазір сәтте платеж получен дегенді бізде жанбай тұр. Негізі қазір жану керек. Жібергеннен кейін Каспи Голдқа. Қазір уведомление келеді, соны күте тұрамыз. Енді достар, 39.814 теңге Арина деген кісі жіберді. Енді қайта страницаны обновить етемін. Енді бұған подтверждение жасау керек, сондықтан бұны міндетті түрде ұмытып кетпеңіздер, өйткені сіздер бұл кісіні потом қақсататын боласыздар. Ол жазады, сіздер жібермесеңіз оның суд поддержка, апелляцияға жіберетін болды, сондықтан әңгімені көп созбай, просто мына енді страница обновить етілді, платеж получен деген түймені басамын, я проверил, маған түсті, я поддержать етем. Енді қалмаңыздар, 776. Все, мен подтверждение жасадым. Каспи Голдымызға 40 000 теңге келіп түсті. Яғни достар, сонымен все, Докстың әңгімесі бітті осымен. Біз Докстан мен өзім 40 000 теңге салымсыз ретінде табысқа жеттім. Енді сіздер қанша ақша таптыңыздар, комментария міндетті түрде жазып кетіңіздер, және де ақшаны шығара алдыңыздар ма, немесе оны сіздер сақтайтын боласыздар ма, сол жайлы комментария жазыңыздар, сіздер міндетті түрде жауап